Армысыңдар балалар, қалдарың қалай? Өзіріңмен бірге әдеттегідей Лаки Айбек YouTube арнасында не деген сөз айдары. Өзіріңіз білетіндей, күнделікті өзіміз оқып жүрген шығарманы ары қарай жалғастырамыз. Естеріңізде болса, оқып жатқан шығармамыз Бердібек Соқпақбаевтың балалық шаққа саяхат шығармасы. Бүгін сол шығарманы ары қарай келген жерімізден жалғастыратын боламыз. Әңгіменің бастапқы мерзіміне 1933 жылдың күзіне қайта оралайық. Көпекбай үйі бірінші бригадада, яғни Найза ауылының ішінде. Жүнісбай таңертең елден бұрын тұрады. Үйді кезіп, мектепке баратын балаларды оятады. Үйді кезіп деген, яғни үйді аралап жүріп дейді. Сөйтіп бізді жинап алып түгендеп мектепке бастап келеді. Мектепке алып келеді дейді, яғни. Бірде-бір баланы ол себепсіз мектептен қалдырмайды. Бұны өзінің класскомдық міндеті де бұғады. Сабақ кезінде де Жүнісбай жан-жағына алақтап қарап бізді бақылауға алып отырады. Алақтап қарап деген жан-жағына бүйтіп қарап отырады дейді ғой. Кім бар, кім жоқ деп түгендеп. Біреу қыбыр етсе мұғалімнен қабаттасып, пәленше, тыныш отыр, жап кітабыңды. Немесе артыңа бұрылшақтамай отыр деп шақ-шақ етеді. Өте қырғыш қазанның түбін төсет дегендей, кейде ол мұғалімнен асып та кетеді. Бала артық кетіп қаласын дегенді сағатпай, оған үлкендеу, жұмсақ мұрнының танауы сәл делдиіп, жымиюымен білдіретті, Жүнісбайды қас қабағымен басып қояды. Яғни, жымиып отырып, сен артық кетіп бара жатырсың деп кішкене оған ескерту жасайды екен. Мұғалім барда өстетін Жүнісбай, мұғалім жоқта тәтті шырқап кетеді. Бізді бір шыбықпен айдап бағындырады. Кейде сағатбай класста Жүнісбайға тапсырады да, өзі оны-мұны шаруамен бір жаққа аз уақытқа кетіп қалады. Кейде Жүнісбайға тастап кетеді класты, қарай тұр деп. Жүнісбай класскомның қатаңдығын сіз сонда көрсеңіз, алға мұғалімнің орнына барып қаз дейіп тұрып алады да классқа деген істетеді. Яғни, деген істетеді дегені, яғни өзің айтқанын істетеді. Мұғалімнің орнына барып тұрып алады дегенде, балаларды өзінің білгенін істетеді деген, яғни жаңағыдан шодырғызады, кітабын оқытқызады, бәрін істейді ғой айтқан кезде. Жүнісбайдың әміріне бағынбайтын, одан сескенбейтін бір жан жоқ. Яғни Жүнісбайға бағынбайтын, одан сескенбейтін дегені деген сөз, одан қорықпайтын бір жан жоқ дейді. Сескенбейді, қорықпайды деген сөз. Біреуге ашумен қараған кезде Жүнісбайдың көздері найзаның ұшындай суытып, екі беті ішке қарай сұрлана қабысып, жақ жүндері тікірейіп көтеріліп кетеді. Ашуланып қараған кезде дейді. Көзі найзаның ұшындай дейді. Екі беті ішке қарай сұрланып жабысып, екі беті сосын жақ жүндері тікірейіп кетеді дейді. Сәл ғана тәртіп бұзған оқушыны қысырақтың айғырынша жымқырынып, шайнап тастауға дайын тұрады. Яғни, өзінің үйірін бағындырып жүретін айғырлар сияқты дейді. Жылқының еркегі, яғни айғыр деп аталады, білетін болсаңдар. Алдындағы шығармамызда түйені бура дедік, яғни кімді Көпекбайдың өзі бураға ұқсайды деді. Яғни, бура түйенің аталығы дедік. Енді мынау жылқының аталығы болды, еркегі, айғыр деп аталады. Бізбен бірге Жанбосын деген бала оқиды. Жасы Жүнісбаймен шамалас. Жүнісбайдың жасының ар жақ бер жағында дейді. Ауыл совет председателі Батырқанның баласы. Яғни ауыл кеңесінің бастығының баласы екен. Ұлдан әке шешесінің жалғызы болып ерке өскен. Енді жаңа Жанбосын
өте ерке өскен бала дейді, жалғыз ұл дейді. Маңайындағы балаларға өктемдік жасап үйренген шатақ қойлау. Маңайындағы балаларға деген, қасындағы балаларға деген сөз. Өктемдік жасап үйренген дейді, яғни айтқан істетіп үйренген, жаңағы ұрады, соғады қасындағы балаларды, сөйтіп ана кішкене өзі өктем деп жүреді. Жаңағы бұйрығы жүретін бала деген сөз ғой енді. Сөз жүреді деген. Шатақ қойлау дейді. Киімді сылқым бозбалаларға еліктеп, сәндеп киінеді дейді. Сәнденіп қалған, сондай жасанып қалған бала болып тұр ғой енді, әдемі киінетін. Жанбосын бүгін ертең өзі де дайын тұрған бозбала. Яғни өзі де бозбала дейді. Қостөбеде мектеп ашылмай тұрған кезде Жанбосын Көпекбай балаларын адам демейтін. Адам демейтін деген ол менсінбейтін деген сөз, онша жақтыра бермейтін. Өйткені өзі байдың баласы ғой, Көпекбай кедей болғаннан кейін оның балаларын көп менсінбейтін дейді. Олардың маңынан жүруге жиренетін. Яғни жиренетін деген сөз. Жиркенетін дейді, маңынан жүруге, жанынан өтуге де жиркеніп тұрады дейді. Жүнісбай Қожақанға кемсітіп, шекесінен қарайтын. Сол Жанбосын ғана бұрынғы әдетімен кейде Жүнісбайға қодилана қарап, бетіне қарсы келіп қалады. Қодилана дегенде қоқиланып бейді. Өзінше болады деген сөз ғой. Қарсы келіп қалады. Жүнісбайды тыңдамай, содырлық мінездер көрсетпек болып тұрады. Тежелетін бірақ Жүнісбай емес. Ол одан бетер шақылдап, өзінен гөрі денел Жанбосынға тістене тақалып, сен немене? Бақынғың келмей ме? Әкем ауылына екен деп дандайсы ма? Бағынасың. Сенің мына бүтін киімдеріңнің құны мен үшін бір-ақ тиын дейді. Жанбосынды айбынымен еріксіз еңсеріп алады. Еріксіз еңсеріп алады деген бағындырып алады дейді. Айбынымен жаңағы. Жүнісбай өжеттің өжеті еді. Ешкімнен қорықпайтын да қаймықпайтын. Алдына әзірейілі келіп тұрса да қасқайып айылын жимай сөйлесетін. Бұл әзірейіл, яғни періштенің аты, жаналғыш періштенің аты әзірейіл деп аталады. Алдына әзірейіл келіп тұрса да дейді. Сабақтан, мектептен тыс уақытта біз мұғалімді ұмытуға бармыз. Ал Жүнісбайды ұмыта алмаймыз. Қайда жүрсек те Жүнісбай ойымызда жүреді. Оқушыға лайықсыз сәл ғана қылық жасасақ, жерден шыққандай болып Жүнісбай сопаң етіп шыға келеді де, сол арада тұрып жер жебірімізге жетеді. Яғни бір жаман қылық жасап қойған жерімізден Жүнісбай табылады да бізді ұрсады дейді. Бүкіл Қостөбеде Жүнісбайдың көрмейтін, білмейтіні болмайды. Бала біз түгіл Жүнісбайдан үлкендер қаймығатын еді. Біреудің бір арқа шөп әкеле жатқанын көрсе, ол тергемей жібермейді. Бір кішкентай шөп алып келеді арқалап, соны көріп қалса, оны тергейді екен. Мына шөпті қайдан әкеліп жатырсың, колхоздан ұрлап алған жоқсың ба? Дейді. Шүбәләнса, кеңсеге ертіп біледі. Яғни күдіктенсе деген сөз, шүбәләнса деген. Кеңсеге ертіп біледі. Біреу қой сойса, колхоз қой емес пе? Өз қойы ма? Дереу біліп алады. Жүнісбайды анадайдан көрген жұрт, Көбекбайдың осы баласы өскенде не болар екен? Қырар біреуді, қырар деп жағаларын ұстайды. Яғни бәрі қорқады екен, ауыл болып қорқады екен кәдімгі дейді. Ауыл совет председателі. Батырқанда бір ұл, екі қыз бар. Ұлы Жанбосынды оқушы азды көпті біледі. Жаңа айтып кетті, Жанбосын қандай бала екендігіне. Тетелес екі қыздың үлкені Майра, кішісі Сайра.
Тетелес екі қыздың үлкені Майра, кішісі Сайра деген. Тетелес деген яғни бірге өскен, жастырақ кішкене. Бір жас кіші немесе екі жас кіші немесе екі жас үлкен. Соны тетелес деп атайды қазақтар. Қазақ балаларының аттарын ұйқастырып қоюға құмар болады. Шешелері Айсұлу кербез келбетті адам. Кербез келбетті деген қандай? Кербез деген бүйтіп кішкене енді өзімше болып қалған, кербезденіп жүреді былай, кеудесін көтеріп жүреді. Келбетті деген яғни сұлу, әдемі деген сөз. Үй ұстауы, бала өздіруі керемет. Үй ұстауы деген үйге қарайды, үй тазалап тұрады, үй тап-таза деген сөз. Үй ұстауы, бала өсіруі керемет. Екі қыз егіз қоз тәрізденіп бірдей киінеді, аршыған жауқазындай тап-таза болып жүреді. Қазіргідей жоқшылық қиын кездің өзінде Айсұлу балаларын елден ерек жұтындырып қояды. Елден ерек жұтындырып қояды деген не сөз? Яғни бәрінен асырып, әдемі қып киіндіріп, сөйтіп жаңағы көз тоятындай бір қызығып қарайтындай қып жасап қояды дейді балаларын. Әдемі киіндіріп сондай. Жұтынып тұр екен деген ана. Деп жұтынамыз ғой. Жұтынып қарайтындай деп, вау деп бүйтіп. Батырхан шалағат болғанымен өмір сүруге өте бейім адам. Шалағат деген кішкене хат танымайды анша, ондай бір хат танымайды, әріп танымайды. Бірақ өмір сүруге бейім адам дейді. Орысша біледі, шекарашылармен байланысы күшті. Қол астына екі колхоз қарайды. Сырттан келген дәрежелі қонақтар, өкілдер Батырханның үйіне түседі. Сырттан қонақтар келіп жатса, сол ауылға. Қонақтар болғанда өкіметтің адамдары келіп жатса, солар Батырхан деген кісінің үйіне түседі екен. Айтқан кезде, енді колхоздың бастығы ғой, екі колхоз қарайды қолына дейді. Енді қазіргі аудан әкімдері сияқты ғой. Қостөбедегі бір-екі күйлі тұратын семьяның біреуі осы Батырхандікі. Күйлі тұратын деген, яғни жақсы тұратын. Бай болып кетпесе де тәуір тұратын деген сөз ғой, күйлі тұратын. Күйлі қуатсыз ба дейді, жақсысыз ба деген мағына амандасқанда. Кластағы ең таза оқушы Майра болғандықтан біз оны тазалықшы етіп сайлағанбыз. Майра шешесі Айсұлуға тартқан пысық та сүйкімді қыз. Ойын десе құйынша үйіріліп жанып кетеді. Көбінесе ер балалармен достасып ойнайды. Күнде таңертең оқу басталардың алдында Майра бізді есіктен бір-бірлеп тексеріп кіргізеді. Қолымыздың, құлақ, мойнымыздың тазалығын қарайды. Мін тапса кіргізбейді. Бірдеңе тапса кір, бірдеңе тауып, мін тапса деген бір қателік тапса деген сөз. Мін дейді қате, мін деген сөз қате деген сөз. Кіргізбейді. Бар, жуынып, таза болып кел. Тырнағыңды сояудай етпей алып кел, дейді. Майра өз қызметіне адал, қатал тазалықшы. Солқылдағанды білмейді. Кімге де болса айтқанын істетеді. Ауыл балаларының қай-қайсыста үсті бастарын күтуге ұқыпты емес. Қысы жазы монша дегенді білмесе, ауыстырып отыратын таза іш киімдері болмаса, үйде кір төсекте, салаба жыртық көрпенің астында ұйықтайтын болса, қалай ұқыпты болады? Үсті басын күтуге ұқыпсыз баланың біреуі алдыңызда отырған әңгімешіңіз. Жас кезден тазалық сақтап дағдыланбағандықтан, әрі ол үшін қолайлы жағдай болмағандықтан, таңертеңгі жуыну маған бүтін бір азап болып көрінетін. Суық сумен жуынып жатқым келмейді ақ. Ат үсті жуынуға және болмайды. Тексеретін Майра бар. Ат үсті деген қалай енді? Қалай болса солай жуыну, Ат үсті жуыну дейді. Ат үсті жуынуға болмайды, тексеретін Майра бар дейді. Қолдың күшін
қолақтың ішіне қақ болып тұрып қалатын кірлерді қалайда кетіріп жуынуың керек. Азаптың азап емей немене? Азаптың азап емей деген қиынның қиыны дейді. Тырнағы құрғырда өскіш ақ. Ызаланып отырып бүгін алып тастасаң, ертең көз тиіп шыға келеді. Көз тиіп деген жаңағы көзге қораш көрінетін, оғаш көрінетін сондай жаман болып өсіп кетеді деген сөз. Тырнақтың қаншалық өскені астындағы кірден білініп тұрады. Ал шаш алдыру ше? Мен үшін бұл азап қана емес, қасірет. Өйткені табиғат менің басыма шаш орнына ұстара өтпес қалың сым темір қадақ қойған. Шашымды кім алса да бір дегеннен ұстарасы жүрмей тұтқырланып қалады. Енді лезвісі өтпей тұтқырланып қалады дейді. Шаш қайратты ғой, қатты. Шашың шаш емес, сым темір ғой. Мұндайда қайрат шаш болады екен, деп таңырқап жатқаны. Шошқаның қалындай қатты шаш күшпен әрең сыпырылады. Қабан шошқалардың жүндері болады қатты, солар сияқты деп айтып тұрған ғой, шошқаның қылындай деп. Күшпен жұмсалған ұстара басымның құйқасын қоса сыпырғандай болады. Жаным көзіме көрінеді. Тістеніп аламын да шыдап бағым. Екі көзімді бірдей тарс жұмып алам. Мықшиып жерге кіріп кете жаздаймын. Шашын алған кезде шыдап отырам дейді. Мен шашымды ұстарасы өткір, қолы жұмсақ деген адамдарға таңдап алғызатын едім. Ондай адам Әубәкір қарт. Қинала бастасам, Әубәкір жігелендіре біледі. Ой, жаман неме, өзің жігіт емес екенсің ғой. Біз сендей күнімізде шашымызды қабырғамен алғызатынбыз, дейді. Қабырға шашты қалай алады деп таң тамаша боламын. Жуынуға қол сабын түгіл, кір сабынның өзі тапшы. Тапшы деген қалай? Яғни жетпейді деген сөз, оның өзі табылмайды деген сөз. Ауыл қазақтары сабынды өздері жасайды. Ала ботаны шауып алып, өртейді де күліне май қосып қайнатады. Қап-қара сабын пайда болады. Ала бота деген шөптің аты. Сол шөпті шауып алып, өртеп күліне май қосып қайнатады екен. Содан қап-қара сабын алынады. Кәдімгі қара балшық тәрізді әрі ауыр, әрі қатты, қол жууға арналған кішкентай қара сабынды бұзаушық дейді. Бұзаушық деп аталады екен, олай жасалған сабындар. Бүтін қол бізде бола ма? Көбесі шыт-шыт боп жарылып кеткен. Жуынған кезде қара сабынның көбігі тұз құйғандай дуылдатып ашты жібереді. Қолың кір, мойның кір деп талай рет Майра мені классқа кіргізбей қойған. Мен бірден мойындамайым, дау шығарамын. Менің етімнің өзі осындай қара, деймін. Жоқ, мынау еттің қаралығы емес, көз, дейді Майра. Қолымның көбесін тырнап дәлелдейді. Тырналған кезде күс көшетте ар жағынан ақшылданып тері көрінеді. Тырнақтың көбесі онында, көбесін тырнап, тырнаған ар жағынан ақшыл тері көрінеді дейді. Енді мойындамасқа лажым қалмайды. Лажым деген қалай? Амалым қалмайды. Класста Майраның желке тұсында отырамын. Желке тұсында арт жағында отырамын деген сөз. Үзіліске шыққанда ол қайда болса, мен сондамын. Әлде қандай бір сиқыр күш мені Майрадан алысқа жібермейді. Арқандаған атша Майраның төңірегінде ұстайды. Майраның қасынан шыға алмай жүрем дейді. Майра күн болса,
Мен күнбағыспын. Онсыз тұра алмаймын. Майра гүл болса, мен көбелекпін. Айналсоқтап шықпаймын. Мектептен қайтып келе жатқанда, бойымда табиғат сыйға тартқан қандай өнерім болса, Майраның алдында соны түгел көрсетуге тырысамын. Құс болып құбылжытып ысқырамын. Арық ордың қайдағы жалпақ жерін таңдап секірем. Арық тоғандардан ең кеңдеу жалпақ жерінен таңдап секіремін дейді. Жаяу жарыста қалайда озық болып жанымды салып жүгірем. Соның бәрінде де көз қиығым Майрада болады. Майраның жүзінен құптағандай белгі көрсем, құптағандай деген қандай? Келіскендей дейді. Келіскендей белгі көрсем, немесе оның аузынан бір тамшы мақтау сөз естісем, онда дүниеде менен бақытты адам жоқ. Жуынып, тазалануды қанша азап санасам да, мен мектепке мүмкін болғанша таза келуге тырысатын едім. Қолдың күсін тырналап күшпен кетірем. Зорлықпен тазарған терінің түсі түте-түте болып қалады. Енді түте-түте болып, жаңағы бір жер таза емес болып сондай ағал-жағал болып қалады. Мейлі, алақанымды төмен қаратып, алдына жайып, ұстай қалғанда бұл бәтшағар қолдарды менің қаншама азаптанып тазартқанымды Майра білсін қайда. Бағаласын, өйткені осының бәрі Майра үшін ғой. Майрадан ескерту алып қызармас үшін. Майраға ұқыпты, таза болып көріну үшін. Яғни Майраға ғашық екен, Майраны жақсы көреді екен сыртынан. Бүгін енді шығарманы дәл осы жерден тоқтатайық. Келесі ертеңнен бастап, келесі тақырыптан бастайтын боламыз. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі айдарда көріскенше.